Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында құрамы өте аз заттан тұратын қатпарлы қамырдан самса дайындайтын боламыз. Ұнымызға тұз салып, су құйып, қамыр илейміз. Қамыр жұмсақта, қатты емес, орташа болуы қажет. Қамырды илеп болған соң иін қандырып 5 минуттан кейін бір басып аламыз. Содан соң тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Сармайды газға қойып осылайша ерітіп 7-8 минутқа артық сулар шығу үшін қайнатып аламыз. Содан соң қамырымызды 2 бөлікке бөліп жайып шығамыз. Қамырды жайған кезде өте жұқа немесе өте қалың болмау қажет. Жайылған бірінші қамырдың үстіне ерген сармаймызды бір келкетіп жайып шығамыз. Содан соң екінші қамырымызды осының бетіне қойып, оның үстінен тағы да сармаймызды жағамыз. Рулет тәрізді орап, дайын болған қамырымызды 20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Мұздатқыштан шыққан қамырды өздеріңіз қалаған өлшем бойынша кесіп аласыздар. Қамырларды орташа қалыңдықта жаямыз. Өте жұқа қылып жайсаңыздар, қытырлақ болып қалады. Ішіне өздеріңіз қалаған кез келген салман сала аласыздар. Менде бұл жерде ет, қойдың құйрық майы және де пияз. Толығырақ описанияда қалдырып кетемін. Мінекей осындай өте әдемі узорлармен қамырымыз шықты. Барлық самсалар түйіп болған соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.